Сәлем құрметті көрермен. Бұл пайдалы видео көпшілікке жету үшін лайк басып, жазылуды ұмытпа. 20 ғасырдың екінші жартысында бүкіл қазақтың үйлену тойында шырқалған «Жас жұбайлар» атты әннің шығу тарихы жайында әңгіме өрбітеміз. Әннің авторы композитор Бекжігіт Сердәлі танымал әннің тарихы атты жинағын маған өзі сыйға тартқан еді. Мен осы тарихи оқиғаны өз оқырмандарыммен бөліскенді жөн көрдім. Бір айта кететін жайт, өлең авторының өте қарапайым, елгезек, ақкөңіл жан екендігі мені тәнті етті. Ал ендеше кеттік. Алғашқы әнім студенттік кезде туды. Бір күні табан астынан курстас төс құл төлеу үйленетін болды. Бүкіл курстастарға бұл үлкен уайымға айналды. Шәкіртақы таусылып, қалтаның түбі қағылған кез. Көк тиын да қалмаған. Не болса да көрейік деген тәуекелшіл көңілмен бүкіл топ Темекеңнің, деканымыз Темірбек Қожекеевтің көзіне түспей, аудиториядан абайлап қана шығып, Қарағанды қайдасың деп тартып кеттік. Содан қызы бар, ұлы бар, бас аяғы 12 адам 6 билетпен жолға шықтық. Ақшаның жеткені осылай болды. Билеті жоқ алтауымыз қоянбыз. Көзге түспей әр вагонда қашып пысып уақыт өткізіп жүрміз. Әр билетке 2 адамнан жармасып жүрген қолығымызды жол серігі құрғырдың жүрегі сезетін сияқты. Бірақ жол бойы қанша санаса да билетсіз адамдардың санына жете алмай-ақ қойды. Содан не керек, пойыз жүйткіп келеді. Студенттер көңілді. Той өтетін мекен Ағадырға жақындаған сайын той сценарийі мазалап, ал қыздарды жас жұбайларға қандай сый тартпағы ойлантып, ұнжырғамыз түсе бастады. Қалтада тиын жоқ. Құл төлеудің тойына қандай сыйлық апарамыз? Барлығымызды мазалаған жалғыз сұрақ осы. Қапелімді сыйлық болуға жарайтын ештеңе таба қоймадық. Мына жағдай көппен бірге менің де жаныма қатты батты. Үйленген құл төлеу де, оған тұрмысқа шыққан Райхан да өзіміздің курстасымыз болса, қиналмай көр. Түн. Жүрдек пойыз жүйткіп келеді. Студенттер ұйқыда. Ұйқым келетін емес. Қыздардың манағы, «Оу, жігіттер, тойға не сыйлық апарамыз?» деген сұрақ құлағымнан кететін емес. Стол үстінде жол бойы дастарханға айналған лениншіл жас, қазіргі жас Алаш қиындысы жатыр. Қиындыда фотоэтюд. Оған жазылған 2 шумақ өлең. Авторы көрсетілмеген. Суретті түсірген Ханалиев деген жазу ғана бар. Ақ қайыңның төгіліп нұр шашағы, алаңқайды ақ қанат гүл басады. Алақанға қондырып ақ сезімін жас жұбайлар жарасып сырласады. Бірін бірі көргендей бірінші рет, көп қарайды жанымды ұғыншы деп, қалқатайын аймалап күйеу жігіт, қалыңдық тұр күнәсіз күлімсіреп. Газет бетіндегі суретте бейнеленген бозбаламен бойжеткеннің сезімдерін дәл көрсетіп, дөп басқа мына жыр жолдарын қайта-қайта оқумен болдым. Ал пойыз тербетіле зымырап келеді. Доңғала қырғағымен ыңылдап едім, жарасымды бір әуен пайда болды. Келе-келе әнге айналды. Вальске ұқсайды. Лениншіл жастың бетіндегі әлгі 2 шумақты салып, айтып көріп едім, әбәдем ән туып шыға келді. Жас жұбайлар деп аттаңдадым. Таңертең тойға асығып, көңілдері алабұртып келе жатқан курстастарыма мынау бір жерден естіген әнім еді деп тыңдатып көріп едім, бәріне ұнады. Қайырмасы да жараса кетті. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Осылайша дүниеге жас жұбайлар атты жаңа ән келді. Оны сәлден кейін бүкіл вагон, ал Ағадырдағы құл төлеудің үйлену тойында бүкіл ауыл айтып кетті. Кейін ол жастардың аузынан тастамайтын сүйікті әніне айналды. Тыңдаушысының да тыңдаушысы бар ғой. Ой, бауырым, әнің ән-ақ екен, бірақ сөзін кім жазған? Деп қадала сұрап қоймайтындар да табылады.
Расында да, поезд үстінде ән тууына себепкер болған қос шумақ кімдікі екен? Өлең авторын сұрастырып көріп едім, тұшымды жауап болмады. Лениншіл жастың редакциясына да барып сұрадық. Олардан да ешкім білмеді. Суреттің астыңғы жағында қалған бос орынға жазыла салған шумақ қой, десті ондағылар. Сөйтіп, жас жұбайлар әнінің мәтінін жазған ақынды іздеу басталды. Казму қалашығындағы 5-ші жатақханаға бірде лениншіл жастың жігіттері кездесуге шақырылды. Болашақтың журналистері мен осы шақтың журналистері бір-біріне түрлі сұрақтар қойып, сұхбаттасып, сырласып, мәре-сәре болды. Кеш аяқтала бергенде журфактың студенттері қонақтарға арнап ән айтатын әдет бар. Сол баяғы жас жұбайларды зулаттық. Ән аяқтала бергенде лениншіл жастың сол кездегі әдебиет бөлімінің меңгерушісі ақын Өтеген Оралбаев орнынан атып тұрып, «Бұл мен ғой, менің өлеңім ғой», деп айғай салды. Жас жұбайлардың қос авторы арада 2 жыл өткенде осылай табысқан едік. 1986 жылдың көктемі болатын. Арада 20 жылдай уақыт өткен. Айқын газетінің тілшісі Қаншайым Байдәулет хабарласып, бір әннің тарихы айдарын ашқандарын, сонда осы әннің тарихы туралы мақала әзірлеп жатқанын, Өтеген ағамен, Құл Төлеумен сұхбаттасып қойғанын, енді менімен әңгімелесіп алмаққа телефон шалып тұрғанын жеткізді. Сол жолы сөз арасында тілшіден өзім көп уақыт жоғалтып алған Өтеген ағаның телефон нөмірін сұрап алдым. Хабарластым. Өтеген аға ұмытпаған екен. Бірден Астанаға қонаққа шақырды. Ақ үйде жұмыс істейді екен. Елбасы резиденциясын аралатып серуендетті. Қоштасар сәтте, ән жазып жүрмісің? Мына бір өлеңді көрші, деп қолыма бір бет қағаз ұстатты. Көп ұзамай Астанам байтақ ән деген жаңа ән туды. Бұл Өтеген ағаның өлеңіне жазған 2-ші әнім еді. Келесі жылы ақ бұл ән елім менің патриоттық әндер байқауында 1-ші орынға ие болды. 2005 жыл. Түркістан қаласының әкімі Мұхит Әлиев ықшам аудандағы көп қабатты үйлерге шағын қазандықтар орнатпақ мақсатта келісім шарт жасасу үшін Қытайға іс сапарлай барады. Өзара келісім шарттарға ойдағыдай қол қойып, көңіл көтеріп, кешқұрым сондағы қазақ кәсіпкерлері жайған қонақжай дастарханда бас қосады. Дастархан басында мәдени қызмет көрсетіп жүрген жігіттер, жергілікті өнерпаздар, авторы белгісіз жұбайлар әнін шырқайды. Осы тұста әнді қосыла шырқаған Қытайдағы беделді кәсіпкерлердің бірі Мұхит Әлиевке осы әннің авторы Қазақстанда болуы мүмкін, іздестіріп көре аласыз ба, деп аманат тапсырады. Мұқаң бұл аманатты дереу қойын кітапшасына түртіп алады. Елге келген соң түрлі шаруамен естен шығарып алған екен, арада 6 ай өткенде қойын кітапшасын ақтарып отырып, әлгі аманатқа көзі түседі. Дереу орынбасарын шақырып алып жағдайды түсіндіреді де, ән авторын іздестіруін өтінеді. Орынбасары, «Мұқа, оның авторы осы қалада ғой?» деп көмілжейді. Таң қалған әкім орнынан қарғып тұрып, «Қалайша? Мүмкін емес, тез арада алып кел», деп бұйырады. Дәрісханада сабақ беріп жатқам, есікті біреу қағып тұр. Әкім орынбасары, «Сені қала әкімі шақырып жатыр, тез арада жету керек», дейді. Алып барды. Мұқан кабинетінде орнынан тұрып, «Бүкіл қазақ даласы әнін шырқап жүрген азамат жігіт осы ме?» деп құшақ жая қарсы алды. Телефонды бірден Қытайға әлгі мені іздестірген кәсіпкер қандасқа қосты. Ерболат деген азамат екен. Жарты сағаттай сөйлестік. Қытайға жеке концертімді ұйымдастыруға шақырды. Барамын деп уәде бердім. Әкімге рахметімді айтып, қоштасып есіктен шыға бергенімде, «Тұра тұр», деп белгі берді. «Атағың бар ма?» Мен «Жоқ» дедім. Орынбасарына қарап, «Қаламыздың намысын көтеріп, Қытайға барғанда сахнадан кім деп хабарлайды?»
Бұл бізге сын. Қала күніне құрметті азамат атағын дайындаңдар, деп тапсырма берді. Міне, осылайша күтпеген жерден Түркістанның құрметті азаматы болып шыға келдім. Бір өкініштісі, Қытайдағы мені күткен, менің әндерімді сүйіп тыңдайтын қандас бауырларыма әлі жете алмай жүрмін. Қол қысқа.